Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Қаңтардың 13-29 аралығында Tata Steel Chess Tournament болады. Бұл атақты Wijk aan Zee, Нидерланды мемлекетіндегі дәстүрлі жарыс. Сонымен осы Tata Steel Masters 2023 қатысушылармен танысайық. Average рейтинг 2741, орташа рейтинг категория 20. Сонымен қатысушылар Магнус Карлсон, 90 жылғы, Норвегия, позициясы 1, Динг Лирен, немесе Динь Лижень деп атайды. Қытай Халық Республикасының азаматы, 2-ші позиция, Фабиано Каруана, бұл деген 6-ші позиция, Америка Құрама Штаттары. Кезінде Италия мемлекетінің шахматшысы болған, бірақ уақыт өте Америка Құрама Штаттарына көшіп кетті. Аниш Гири, Нидерланды мемлекеті, бірақ әкесі үшқаннан құралған Непал, Үндістан және орысша сайрайды, керемет интернетте енгізсеңіздер болады. Өте танымал жігіт. Уэсли Со, Америка Құрама Штаттары, бұл деген бірақ кезінде Филиппин мемлекетінің шахматшысы болған, бірақ бұл да Америка Құрама Штаттарына көшіп кетті. Қазір Сент-Луис Chess Club, немесе Сент-Луистағы шахмат клубында еңбек етеді. Сіздер естеріңізге сала кетейін, ол Рекс Синфилд деген миллиардердің арқасы. Сонымен Ричард Раппорт, Румыния дейді, бірақ шын мәнінде бұл деген, ұмытпасам, Венгрия мемлекетінің азаматы, бұл мадияр, Ричард Раппорт деген мадияр. Бұл туралы не айтуға болады? Бұның басты демеушісі қасы өзгерді, Румынияға көшіп кетті. Сол себепті бұл да Румынияға ауысып кетті. Венгрияның азаматы болатын. Левон Аранян, өзінің атауы айтып тұрған шығар, бұл Армения мемлекетінің мықты ойыншысы. Бірақ бұл да Америка Құрама Штаттарына көшіп кетті. Мынау Арджун Эригайсиға ұқсап тұр. Келесі Даммаружу Гукеш, бұл деген 2006 жылғы Үндістан мемлекетінің үздік ойыншыларының бірі. Келесі Арджун Эригайси, Үндістан мемлекетінің ойыншысы. Таңғалмаңыздар, үндістандық шахматшылар көбейеді. Неге? Өйткені мемлекет тарапынан өте үлкен қаржыландыру бар. Миллиардерлер бұларды толығымен тек қана шахматпен айналысуға, шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік береді. Келесі Пархам Максудлу, Tata Steel жарысына байланысты Ян Кшиштоф Дуда, бұрынғы әлем кубогының жеңімпазы, қатысуға мүмкіндігі болған жоқ, белгілі бір себептермен қатыса алмайды, оны алмастырған осы Пархам Максудлу, Иран мемлекетінің азаматы, жақында суреті пайда болады деген. Енді сіздер кішкене болса танып қалдыңдар деген ойдамын. Нодирбек Абдусатторов, 2004 жылғы Өзбекстан мемлекетінің жарқын жұлдызы және болашақта шахматтық үміті, басты шахматтық үміті. Винсент Кеймер, бұл Германия мемлекетінің шахматшысы және бұның бапкері атақты Петер Леко. Әлем чемпионына үміткер, Крамникпен матч ойнады және тең түскен өте мықты ойыншыларының бірі Петер Леко, бұның ең басты бапкері. Келесі Рамеш Бабу Прагананха, бұл енді өте мықты гроссмейстер. Таңғаламаңыздар, тағдыр етем, Үндістанның шахматшылар олар тек қана көбейеді, 1,5 миллиардтың ішінде талай шахматшы пайда болады деген ойдамын. Өйткені мемлекет тарапынан өте күшті қаржыландыру басталды. Және соңғы ойыншы ол Джордан Ван Форест, Нидерланды. Бұл енді Нидерланд мемлекетінің ойыншысы және Магнус Карлсонның командасына кіретін мықты ойыншылардың бірі. Міне осындай Tata Steel Masters, немесе атақты Wijk aan Zee, 13 және 29 қаңтар аралығында Нидерланды мемлекетінде өткізіледі. Біліп жүріңіздер. Жақсылықта кездесейік. Сау, сәлемет болыңыздар.